Мысыр пирамидаларынын осы убакытка дейин ашылмаган кейбир сырлары осулар. Пирамидалардын ар кайсысы 20 тоннадан туратын тастардан салынган. Бул тастарга эң жакын жер жүздөгөн километр кашыкта. Бул тастар пирамидалардын курулушунда калай колдонулатындыгы тууралуу ар түрлүү белгисиз болжамдар бар. Пирамида ким үчүн тургузулган болсо, сол адам кайтыс болгондон кийин мумияланып майыты коюлган пирамиданын бөлмесине жылына тек гана 2 рет гана күн түсөдү. Туган кезде және такка отурган күндөрү. Пирамидаларды зерттөө кезинде алгач рет табылган мумиялар курамында радиоактивдүү материал болгондуктан 12 галым катерлүү исик ооруунан кайтыс болду. Башка бир ашылмаган купуя бүгүнкү күнгө дейин чечимин таппай отурган маселе бул пирамида ичинде ультрадыбыс, радар, сонар сыяктуу курулгулар жумуш истемейди. Ластанган сууду пирамида ичине бир нече күн коятын болсо, суу тазартылады. Пирамиданын ичине коюлган сүт бир нече күндөн кийин да бузулмайды және артынан сүзмеге айналады. Пирамидада өсүмдүктөр адеттегиден тезирээк өсөдү. Тамак калдыктарын немесе кокус калдыктарын пирамиданын ичине коятын болсо, ийси шыкпайды және өз-өзүн мумиялайды. Пирамидалардын кейбир бөлмелеринин ичинде не бар экендиги тууралуу акпарат жок. Зерттөөчүлөрдүн көпчүлүгү онун ичиндеги лабиринтте жоголуп кетти, немесе бир жерде туруп бир нече бурулуш жасады. Алайда пирамиданын ишин толук көрүп чыккан бир адамда болгон жок. Бәріңізге сәлем, мен Мардан, каналыма кош келдиңиз. Ежелги Египет биздин заманыбыздан бурун 3000 жылы курулган. Бул видеода сиздер менен бирге Ежелги Египеттин тарыхына, содан кийин пирамидалардын купуяларына саягат жасайтын болобуз. Осындай видеолордун чогун кааласаңыз, лайк басуу аркылуу мага билдире аласыз. Видеону соңуна дейин көрүңүз. Дайын болсаңыз, видеону баштайлык. Ежелги Мысыр, ежелги эң ири өркениеттердин бири. Биздин заманыбыздан бурун шамамен 3050 жылы курулганга дейин оңтүстүк Мысыр және солтүстүк Мысыр болуп экиге бөлүндү. Египеттин оңтүстүгү Нилдин боюндагы кунарлы алкап Мысыр тарыхында жогорку Мысыр болуп, ал солтүстүк Мысыр төменги Мысыр деп аталган. Ежелги Египетте алгачкы рет мәдениеттер монархиядан алдыңкы кезеңде калыпташты. Бул убакытта жогорку Египеттеги Бадари мәдениети және төменги Египеттеги Накада мәдениети калыпташты. Бадари мәдениетинде кыш жасау және тас пен мыс куралдарын колдануу өтө жакшы дамыды. Төменги Мысырдагы Накада мәдениетинде алдымен Нил өзенинин айналасында киши ауыл шаруашылык коомдастыктар дамыды. Адамдар Эфиопия жерлеринен согуз карууларын, кескин куралдар және башка да казба байлыктарды өз жерлерине алып келип отурган. Кейинирээк төменги Египеттин эки бийлөөчүсү Скорпион және Нармер биздин эрамызга дейинги 3190 жылы Египеттин жогорку жагында да өздеринин авторитеттерин тийимдүү көрсөттү. Ежелги Египеттин жазуу стили болуп табылатын иероглифтик жазуу алгач рет Накада мәдениетинде колдонулду. Бул гректер касиеттүү жазуу деп айтатын ежелги Египетте колдонулган титр. Жазуу жогорудан төменге, солдан оңга немесе оңдан солга жазылды. Адамдар жазуудун кай жактан башталганын түшүнүү үчүн жаныбарлардын кай жакка карап турганына мән беретін еді. Жазуулар ар түрлүү түстермен боялгандыктан арптын эң эгжей тегжейлүү түрү осулар. Булар адетте храмдарда, кабирлерде және папирус кагаздарында колдонулду. Нармерден кийин такка келгендер биринчи және экинчи мысырлык отбасы ретинде белгиле. Осы кезеңде Астана Тинис болду. Египеттин болажак жетистиктери, саясий күчү мен укугу осы кезеңде каланды. Пергаундар күчтүү және бай болду. Олар авторитаризмди Мысырга таратты. Кейинирээк патшалыктын астанасы Египет тарыхында эң маңызды орун алган Мемфис каласына көчтү. Мемфис әулетинин дәврү осы кезеңде башталды. Бул кезеңде Египет каркынды аскери аракетти жалгастырды. Чыгыс шекараларында Египетке кауп төндүрөтүн Азия халктарына жоруктар жасады. Бул кезеңдин эң маңызды патшасы Джозер патша, 3-чү отбасынын 2-чи патшасы. Патша Джозер астанасы Мемфиске жакын жерде алгачкы пирамида Джозер пирамидасын тургузду. Джозерден кийин келген патшалар да өздерине пирамида салууду жалгастырды. Бул пирамидалардын ичиндеги эң маңыздысы 4-чү әулет кезинде салынган Кеопс пирамидасы. Пирамидалар калай салынды деген сурактын жообун табуудан бурун пирамидалар неге салынды деген суракка жооп берүүбүз керек. Мысырлыктар мәйиттерди биз сыяктуу жерге көмөтүн. Алайда кургак шөлдү климат ежелги мысырлыктардын өлген адамды мумиялап жерлөөүнө әкелип сокты. Бул да халктын диний сенимдерине әсер этти. Өлгендерди мумиялоо және оларды саркофагга салуу олардын мол байлыгын кабирге коюу кажеттилигин туудурду.
Осылайша адамдардын заттары келесі әлемде бақытты өмір сүрүү үшін керек деп сенді. Әрине, байлардың байлығы үлкен болды. Оларды үлкен қарақшылардан қорғауға тура келді. Осылайша қабірлерді жасанды төбелермен немесе қорғандармен жауып тастады. Содан кейін олар алғаш кесенелерді монументалды кірпішпен қалауды мәдениетке айналдырды. Пирамида дәл осы нәрселердің артынан пайда болды. Пирамида сөзі грек тілінен алынған пиро және орталық деген мағына беретін амид сөзінен құрылған. Пирамида сөзінің мағынасы орталықтағы от деген мағына береді. Мысыр пирамидаларына адамдар неліктен таңғалатынын түсіну қиын емес. Бұл пирамидалардың құрылысы көптеген құпияларға толы. Пирамидаларды өзге ғаламшарлықтар жасады дегенге сенбейсіз деген үміттемін. Бірақ пирамидаларды қолдарда жасаған емес. Ендеше адамдар 4000 жыл бұрын әлемдегі ең керемет нәрсені қалай дайындаған болуы мүмкін. Ғалымдар пирамидалардың соғылуы үшін 100 000 адамның 660 жыл жұмыс істеуі керек дейді. Спутниктік фотосуреттерге қарағанда пирамидалардың жай қарапайым ғимарат емес екені байқалады. Үлкен пирамидалардың бұрыштары Нил дельтасын екі бірдей бөлікке бөліп тұр. Патша бөлмесіне жылына 2 рет қана күн түседі. Туылған күні және таққа отырған күні. Бұдан бөлек пирамидалар 3-4-5 пропорциясына, Пифагор теориясына сай етіп жасалған. Пирамидалардың орналасуының өзінде үлкен мән жатыр. Ол жұлдыздың және өзге аспан денелерінің жердегі сұлбасында екен. 1993 жылы бельгиялық ғалым Роберт Бьюэлл елді шу еткізді. Ол Мысырдағы пирамидалардың Орион шоқ жұлдызындағы 3 үлкен жұлдызға сай орналасқанын айтты. Алайда шоқ жұлдыз Гиза аймағында орналасқан меридиан сызығына сай келуі тиіс. Айтпақшы, ғалымның пайымынша, Гиза аймағындағы ескерткіштердің бәрі осы шоқ жұлдызға сәйкестендіріліп салынған. Үлкен пирамида мен жердің центрі арасындағы қашықтық солтүстік полюс арасындағы қашықтықпен бірдей. Биіктігін миллиардқа көбейткенде күнге дейінгі ара қашықтықты береді. Яғни ол кездегі адамдар астрономияны, географияны жақсы білген. Сәулет өнерінде де маман болған. Пирамиданың биіктігі 210 қабат. Тарихшы Геродоттың айтуы бойынша құрылыс материалдарын жоғарыға шығару үшін 925 метр ұзындықта, ені 19 метр болатын бір кран тәріздес сырық жасалған. Бұл сырықтың да соғылуы ең аз дегенде 10 жылға созылады. Хеопс пирамидасы ауырлықтары 60 тонна мен 3 тонна арасында болатын 2.300.000 дана блок тастан жасалған. Ені 227 метр болатын шаршы негізінде құрылған. Пирамиданың ортасында жоғардан шамамен 100 метр төменде перғауын бөлмесі бар, және тек 4 қабырға ғана. Пирамиданың 20 жылда біткені айтылуда. Ол үшін Нилдің су көтерілген маусымда күніне 4000 блок тасылу керек. 60 миллион тонна тастың тасымалдану үшін 1000 қайық қажет. Қолмен тегістеліп, жылтыратылған 460 000 таспен қапталған. Бұлар ұқыпты орналастырылған соншалық, тіпті араларына темекінің қағазда сыймайды екен. Пирамидаларға біреулер әуе жолдары үшін бір белгі деп, біреулер геологиялық тербелістермен резонансқа кіре алатын бір энергия орталығы деп, ал енді біреулер тарихқа бағыт беретін бір архив деп сенеді. Пирамиданың оңтүстігінде орналасқан карьерден тастар алынған. Тастардың алынған орны жақында табылды. Ең қызықтысы үлкен шұңқырдың ішінде әртүрлі шіріген сатыларда табылған. Зерттеушілердің пайымдауынша, тасты шөл ортасында оңайрақ жылжыту үшін алдымен жерге су себілгені айтылуда. Бұл техника 2,5 тонналық тастарды бір жерден екінші жерге ғана алып баруға жарайды. Расында 140 метрлік пирамидаға тастарды қалай көтергені туралы өте аз пікір бар. Басқа бір теорияларда үлкен тастарды Нил өзенінен су каналдары арқылы алып келді. Бірақ бұл техникамен пирамиданың іргетасының өзін тұрғызу үшін 9600 тонна су қажет етеді. Және шөл ыстығында буға айналатын суды жоғалтпау үшін сағатына 2 тонна суды жаңартып отыру керек. Бұл ұсыныс 10 000 жылдық құрылыс барысында тастардың тек қана 6% ғана су каналдарымен тасуға болады деген мағына береді. Тастардың 94%-ның Гиза комплексінен келгенін көзге ілетін болсақ, бұл мүмкін емес. Пирамидалардың құрылысында қолданылатын миллиондаған сары әктас блоктары құрылыс алаңына жақын карьерлерден шыққан. Тастар керісінше 50 миллион жыл бұрын Эоцен дәуірінде осы аймақта орналасқан Тетис теңізінен балшық шөгінділерінен қалған. Мысырлықтар тастардың бірнешеуін қайықтармен алды. Қайықтармен алу үшін де кемелермен адамдарды қолданды. Шынында да суреттерде қазықтар мен ауыр заттарды алып жүретіні көрінеді.
Бирок үйкелиспен күрөшүүгө туура келди. Сондуктан олар темир жолдарга уксас агач рельстерин салды. Экинчи жагынан Амстердам университети 2014-жылы дурус сууланган кезде ылгалдуу кумдун тайгак болгонун далилдеди. Тастарды пирамиданын төбесине кумдар аркылуу көтөргөн. Кумдарды пирамиданын коршайтындай этип койгон және сол кумдардын үстүнөн тартып алып шыккан. Пирамида биткенден кийин сол кумдарды алып тастоого дагы 2-3 жыл кеткен деседі. Сиз көрген сүрет казба жумуштарынын нәтижесинде ашылды. Биз казыр колдонатын тигушак жогору сол жакта, резервуар жогордан оң жакта және әуе кемеси оң жактан экинчи рельеф. Бүгүнкү көлүктөргө өтө окшос. Сондай-ак бир катар астрономиялык эсептөөлөр менен пирамидалардын курулушу пирамидаларды өзге галамшарлыктар жасаган деген пикирди күчөйтөдү. Осы сүретті көргенден кейін пирамиданы өзге ғаламшарлықтар салды деп ойлайсыз ба? Өзіңіздің пікіріңізді комментарияға қалдырыңыз. Осындай видеолардың шығуын қаласаңыз лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Видеоға 10 мыңнан астам лайк келетін болса, Мысыр туралы 27 шындық бөлімін шығаратын боламын. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.